Ассалаумағалейкум достар, менің атым Райымбек Ералы және бүгінгі видеода үй жағдайындағы натуралды коктейльді жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ірімшік, бір банан, жұмыртқа біреу, сүт, арахис пастасы және осы натуралды коктейль тәтті болу үшін бал қажет болады. Ендеше бастайық. Ең бірінші бананды бөлшектеп турап аламыз. Әрине қолмен қолмен де тураса болады. Одан кейін мынандай блендерға саламыз. Екінші ірімшіктің жарты бөлігін саламыз. Мұнда бізде ірімшік 5%, майлылығы 200 грамм екен, соның 100 граммын саламыз. Қалай ашық? Кейін жартысын саламыз. Осынша жетеді. Келесі жұмыртқа. Бұны пісіріп та салса болады, немесе шикідей. Бүгін шикідей көреміз. Кеттік. Келесі саған арахис пастасы. Бір қасық жетіп жатыр, бір үлкен қасық. Ас қасығы. Келесі тәтті болу үшін натуралды коктейліміз бал қосамыз. Осынша жетіп қалады. Және ең соңғы сүт құямыз. Және сүт өте сұйықта болып кетпеу керек осы натуралды коктейліміз. Енді өздерің қарайсыңдар. 250 ме, 350 ме миллиграмм, мен білмеймін оны. Көзбен өлшейміз. Және әрине сондай қатты бір айранды болмау керек. Әзірше осылай жетеді. Міне достар, 1-1,5 минутқа қойдым блендерге. Кеттік көрейік. Міне мынандай қатты сұйықта емес, қоюда емес, нормально. Өте жақсы. Істеп көріңдер. Тым қымбатта емес, жасап көрсеңдер болады. Достар, егер видеом пайдалы болса, арнама жазылып қойыңдар және лайк қойып пікір жазыңдар. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар. Кеттік.